Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары, біз жақында WhatsApp топтарының бірінде Қазақстан Республикасының қандастарға қаратылған, атап айтқанда қандастардың Қазақстанда білім алуына жасалған жеңілдіктер жайлы, соның ішінде педкурста, яғни дайындық курста оқып, ұбт-ға қатысып, грантқа түсудің жолдары жайлы азырақ ақпарат айтқан болатынбыз. Аңғары осы аудио жазбамыз көпке тарап кетсе керек. Соңғы кездері көптеген ағайындар хабарласып, шетелден келетін туысқандарымыздың баласы бар еді, оларға қандай талап қойылады, қандай документтер әкелу керек, бұл шын ба деген сияқты сұрауларды қойып жатыр. Сондықтан көкейтесті каналының бұл кезегінде осы мәселе жөнінде тағы да толықтай түсіндіре кетсек деп отырмыз. Өйткені жұрттың көбі қалай қабылдайсыздар деп мені білім министрлігінің өкілі ретінде немесе жоғары оқу орнының өкілі деп ойлап қалса керек, осындай сұрауларды сұрап жатыр. Мен журналистпін, мен тек сіздерге өзім естіген, яғни саясаттық жақтағы мүмкіндіктерді жеткізіп отырмын. Сондықтан бүгінде осы мәселеге кеңірек тоқталып, шамамыздың жеткенінше сіздерге түсіндіруді жөн көріп отырмыз. Өйткені бұл Қазақстан Республикасының шетелдердегі қазақтарға жасаған үлкен қамқорлығы, мүмкіндігі, әсіресе шетелдегі қазақ жастарының Қазақстандағы білім алуына жасаған ең тамаша қолайлылығы. Осында шетелдегі қандастарымызда пайдалану керек. Өйткені Қазақстанда білім алған жастар болашақта осы елде тұрып қалуы мүмкін. Қазақстанның азаматтығын алып, Қазақстанның өсіп өркендеуіне еңбек сіңіруі мүмкін. Керек десеңіз, сол шетелдегі талантты балалар Қазақстанда оқып, кейін Қазақстанның болашақ сияқты бағдарламалар арқылы шетелден білім алуына да мүмкіндік бар. Сондықтан еліміздің қандастарға жасаған осы бір қолайлылығы ескерусіз қалмасын, барлық жұрт игіліктенсін. Шетелдегі қандастарымызды біреу болса да отанымызға тарта берейік деген мақсатта осы туралы азырақ үгіт насихат жасаған болатынбыз. Алайда осыны жұрттың көбі әлі де түсінбей жатқан сияқты. Сондықтан осы тақырыпты бүгін сәл кеңейтіп түсіндіре кетуді жөн көріп отырмыз. Жақында Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі мен отандастар қоры бірлесіп шетелдегі Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ азаматтар үшін Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына оқуға түсуге осы жылдан бастап, яғни биылдан бастап жаңа жеңілдетілген талаптар енгізілгенін хабарлады. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің нөмірі 600 және нөмірі 204 бұйрықтарына сәйкес 4 түрлі тиімді жаңалық енгізілді. Мұның біріншісі, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ азаматтар ұбт тапсырған кезде шектік балл талап етілмейді. Екіншіден, 5 емтиханның орнына 3 емтихан тапсырады, яғни оқу сауаттылығы және өзінің таңдаған бағыты бойынша бейіндік 2 пәннен емтихан тапсырады. Бұрынғы сияқты 5 пәннен тапсырып шаршамайды. Үшіншіден, 4 жоғарғы оқу орнын және білім беру бағдарламасын таңдауға мүмкіндік сақталып қалды. Төртіншіден, қазақ тілін толық меңгермеген азаматтарға орыс тілінде тапсыруға мүмкіндік сақталды. Әрине, бұл өте қолайлы талап, әсіресе ұлты қазақ азаматтардың ұбт тапсырған кезде шекті балл талап етілмейді деген талаптың өзі шетелден келген қандастарға қойылған үлкен жеңілдік. Біздің қандастарымыз осы жеңілдікті пайдалануы керек. Мәселен, биыл Қазақстан азаматтығын алмаған, алайда Қазақстанның ұбт-сына қатысқан түлектер болса, олар шекті балл жинай алмаса да өзі қалаған гранттарға түсе алу мүмкіндігі бар деген сөз. Міне осындай жеңілдіктерді біз не үшін пайдаланбасқа? Сондықтан алдағы уақытта, яғни келер жылы осы мүмкіндікті толық пайдалануымыз керек. Ол үшін Қазақстанда алдымен дайындық курс, яғни педкурс дейтін білім беру жүйесінің бар екенін ескерген жөн. Осы тамыз айларының бастарында дайындық курсына оқушы қабылдау басталады. Мәселен, жылда
Бұған 1000-нан артық орын бөлінуі мүмкін. Биылда 1200 орын бөлінуі ықтимал деген болжам бар. Әрине бұл жөнінде әлі нақты хабарлама шыққан жоқ. Болжам бойынша Еуразия 400 оқушы қабылдауы мүмкін. Алматыдағы Казгу университеті қабылдауы мүмкін. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Түркістан қалаларындағы жоғары оқу орындарында дайындық курстеріне оқушы қабылдау мүмкіндігі бар. Бұлар жылда қабылдап келе жатыр. Биылда осы үрдіс жалғасын табады. Демек, шетелдегі 11 бітірген қандастардың балалары өзінің 11 бітірген дипломын, яғни Қытай тілінде айтқанда Гаужун бітірген Бейжіңін, Гаужунға дейінгі Чыңжидәнін, яғни Гаужунға дейін оқыған оқу нәтижесін қоса алып келіп, жоғарыдағы аты аталған өңірлердегі жоғарғы оқу орындарына паткурске тапсыруға мүмкіндігі бар. Әрине паткурске, дайындық курске түсу үшін одан арнаулы емтихан алынбайды. Әңгімелесу жолымен емтихан тапсырады. Ол әңгімелескен кезде сізге қазақ тілімен бетпе-бет, сізбен біз сияқты отырып сөйлеседі. Ең қарапайым тілмен айтқанда, қарапайым жауаптасуға жауап бере алу керек. Қазақшаны түсінетін, қазақша сөйлей алатын болса, оның паткурске, яғни дайындық курсқа тегін қабылдану мүмкіндігі жоғары. Ал ол 1 жыл осы дайындық курсте оқиды. Осы 1 жыл дайындық барысында ол Қазақстанның жазу сызуын, сондай-ақ басқа да білімдерді игереді. 1 жыл бойы ұбт-ға дайындалады. Бұл қандастардың балалары үшін осы ортаға бейімделудің ең жақсы таптырмас орайы. Оның үстіне дайындық курсқа тек қана бір ғана мемлекеттен емес, бір қанша мемлекеттің балалары келеді. Осы арада жүріп бірімен бірі танысады, біліседі, қазақстандық студенттермен араласады. Осы арқылы Қазақстанға 1 жыл ішінде бейімделіп болады. Ал олар 1 жылдан кейін, яғни келер жылы ұбт-ға қатысады. Осы ұбт-ға қатысқан кезде оларға чекті бал жинау талабы қойылмайды. Яғни осыдан бұрын ұбт-ға қатысқан әрбір түлек, ол қандас бола ма, жоқ жергілікті азамат бола ма, мәселен 90-нан жоғары бал жинауы керек деген талап қойылып келген болса, енді биылдан бастап қандастардың балаларына, қандас азаматтарға бұл талап қойылмайтын болып отыр. Неге? Бұл да шетелдегі қандастардың білім алуына жасалған үлкен қолайлылық және жеңілдік, сондай-ақ шетелдегі қандастардың балаларын Қазақстанға тартудың ең тамаша тәсілі. Өйткені осыған дейін Қазақстандағы жаздық лагерлерге келіп, Қазақстандағы оқу орындарына келіп оқып, кейін Қазақстан азаматтығын алып, осы елде қалып жатқан жастар аз емес. Әрине, бір жас келсе, ол ертең үйленеді, олар 2-3 болады. Жастарды тарту ол ең тамаша тәсіл. Сондықтан еліміздің бұл саясатына қандастар атынан үлкен рахмет айтуға тиіспіз. Өйткені мұндай саясатты әлемде қазақтар үшін ешбір ел жеңілдік қып жасап бермейтіні анық. Әрине, маған хабарласқан азаматтардың арасында 9 оқып жатқан, 8 оқып жатқан балаларды әкелуге бола ма деген сияқты мәселелерді айтып жатыр. Бұл жерде дайындық курсқа түсу үшін шарт 11 бітірген дипломыңыз сөзсіз болу керек, онсыз болмайды. Өйткені құжат тапсыратын кезде осы құжатты көрсетесіз, дәлелдейсіз, рас екенін көрсетесіз. Сондықтан нақты 11 бітірген дипломыңызды және оқу нәтижеңізді қоса ала келулеріңіз керек. Сонымен қатар өзіңіздің туу туралы куәлігіңізді ала келіңіз. Ең жақсысы, визаңыздың уақыты ұзақтау болсын. Өйткені сіз келіп дереу Қазақстан азаматтығына өтіп кетсеңіз, келер жылғы ұбт-ға қатысқан кезде жеңілдіктен, игіліктен алмайсыз. Сондықтан, мәселен, сіз биыл келсеңіз 1 жыл оқисыз, келер жылы ұбт-ға қатысасыз. Сондықтан 1-2 жыл ішінде сіз Қазақстан азаматтығына өте алмайсыз. Ол үшін сіздің визаңыз ұзақтау болу керек, 2-3 жылдық виза болу керек бір. Екіншіден, осы Қазақстанға келгеннен кейін Қазақстанның ықтияр хатын алуыңыз керек. Яғни, қазірге дейін Қазақстанның ықтияр хатын, қытайша айтқанда луйка, осыны алып оқып жатқан оқушылар аз емес, студенттер аз емес. Олар Қазақстанның қандастарға қаратылған жеңілдігінен, игіліктен те жатыр. Демек, осы мәселені ескеру керек. Егер балаңыз 18 жасқа толмаған болса, оны осы жақтағы туыс-туғандарыңызға дәуерніспен, яғни сенім хатпен жіберіңіз. Осының оқуына және осы жақтағы барлық әрекеттерін жүргізуіне
толық келісемін деген мазмұнда сенім хатта керек болады деп ойлаймын. Өйткені көп орындар сенім хат сұрайды. Керек десеңіз, балаңыз ауырып тісін емдеткелі барса да оның қасында үлкен адам болу керек. Сондықтан егер әке шешесі келмеген жағдайда Қазақстанда тұрып жатқан туыстарыңызға сенім хатты беріңіз. Барлық мүмкіндікті жазыңыз. Өйткені көп жұмыстар сол сенім хатпен жүреді Қазақстанда. Әрине мен бұл арада Қытайдағы қазақтарға көбірек түсіндіріп жатырмын. Өйткені бұл жақтағы наторис, жаңағы 11 бітірген диплом дегенді Қытайдың қазақтарының кейбіреуі түсінбейді. Өйткені ол жақтағы жүйе басқа. Сондықтан кейбір атауларды қытайша айтып жатырмыз. Неге бұлай айтып жатыр деп оны сөге жамандамаңыздар. Ал енді 11 бітірмеген балаларын Қазақстанға келем деген ата-аналарға да жол ашық. Өйткені оған көп кедергі жоқ. Жалпы баланы қаншалық ертерек әкелсек, қаншалық жас кезінде әкелсек, Қазақстанның қоғамына тез бейімделеді, тез үйренетіні қазірдің өзінде дәлелденіп болған ақиқат. Сондықтан білім алып алсын, осы жақтан оқып алсын, Қазақстанның оқуы нашар, осы жақтың оқуы жоғары дейтін сыңар жақсылы көзқарасты қою керек. Өйткені бұл ортаға бейімделу, бұл мемлекетке сіңісу деген тағы бір мәселе бар екенін ескеру керек. Екінші тұрғыдан алғанда, сіздің балаңыз шынымен де жақсы оқитын дарынды бала болса, бұл елде де озып алдына шығады. Өйткені Қазақстанда мүмкіндік бар соған. Талпынатын болса, осы Қазақстанның өзінде ОБТ тапсырғаннан кейін шетелдің пәлен университетінен шақырту алып отырған балалар аз емес. Демек, мұның өзі Қазақстандағы оқу жүйесінің қалыптасқандығын, Қазақстанның да оқу сапасының анау айтқандай тым нашар емес екендігін түсіндіреді. Оның үстіне Қазақстанда оқып білім алсаңыз, талантыңыз тас жарып тұрса, оқуыңыз үздік болса, жоғарылап шетелден оқуыңызға дейін мүмкіндік бар. Әрине қазір Қазақстан үкіметі біздің жастардың дайындық курсын оқуына, сондай-ақ ОБТ-ға қатысып жоғары оқу орнына түсуіне, бакалаурлық оқуына, яғни бінк оқуына, сондай-ақ магистратураға түсуіне, докторлыққа түсуіне де мүмкіндік жасап отыр. Яғни сіз шетел азаматы болсаңыз, түрлі жеңілдіктерден пайдалана отырып, докторлықта, магистратурада, бакалаурлықта да, дайындық курсына да түсе аласыз. Бұл біздің елдің қандастарға жасап отырған ең тиімді саясаты. Әрине, биылғы жағдайдан алып қарағанда ОБТ-ның уақыты өтті. ОБТ-ға қатысқан түлектерге грант бөлу жұмысы да қазір басталып кетті. Оған үлгермей қалдыңыз. Енді биылғы тек қана жалғыз мүмкіндік балаңызды дайындық курсына оқуға беру. Ол бір жыл оқып, келер жылы қайтадан ОБТ-ға қатысады. Ал магистратура оқысы келетін жастар құлағын түре жүру керек. Жылдың соңынан бастап жаңа саясаты шығады. Яғни магистратураға, докторантураға түсетін түлектерге қатысты белгілемелер шығады. Оған қатысты құжат жинау жұмысы әр жылдың мамыр айларына дейін жалғасады. Яғни 5-ші айға дейін жалғасады. Биылғыға үлгермей қалдыңыз. Демек, келер жылы магистратура оқимын деген азаматтар, докторантура оқимын деген азаматтар Қазақстанға ертерек келіп, дипломдарын растатып, оқу нәтижесін аудартып, оны растатып, дайындап тұру керек. Сосын келер жылдың басында жоғарыдағы аталған талаптар бойынша, яғни докторантураға, магистратураға да емтихан тапсыруға мүмкіндік бар. Мұның бәрі біздің отанымыздың, Қазақстанымыздың қазақтарға жасаған жеңілдігі. Сондықтан бұндай жеңілдікті әрбір қазақ пайдалануы керек деген мақсатта біз осы ақпаратты таратып отырмыз. Әрине, біздің де түсініксіз айтып жатқан жерлеріміз болуы мүмкін. Егер біздің айтқанымызды түсін алмасаңыз, өздеріңіз тұрған орыннан, мәселен Астанада болсаңыз, Еуразиядан кеп сұрауыңызға болады. Алматыда болсаңыз, КЗГУ-дан барып сұрауыңызға болады. Өздеріңіз тұрған орындағы үлкен оқу орындарының қалайда біреуі паткөріске оқушы қабылдайды. Осылардан барып сұрау керек. Өйткені ақпаратты толық алмасаңыз, кейін сарсаңға түсіп, Қали Акбар өтірік айтыпты, немесе Қазақстанның шетелдегі қандастарға жасаған жеңілдігі өтірік болып шықты деген алып қашпа сөздерде тарауы мүмкін. Сондықтан толық ақпарат алғаннан кейін шетелдегі қандастарыңызға жіберіңіз. Жоғарыдағы документтерді дайындап келсе, ешқандай қиындық жоқ. Әрине, мен бұл жөнінде үкіметке арнаулы журналист ретінде сауал жіберген болатынмын. Тек биылғы мысалды алып айтсақ, биыл Қазақстан бойынша қателеспесем 62 мың оқушыға грант беру қарастырылған, соның 4% қандастарға беріледі. Яғни 4% деген 20 мыңға жуығы қандастарға бөлініп отыр. Бұл да үлкен жеңілдік. Сонымен қатар тағы да бір айта кететін мәселе, соңғы кездері
Қазақстан азаматтығын алу үшін қазақ тілінен және Қазақстан тарихынан емтихан тапсыру деген талап енгізілді. Осы мәселеге байланысты біздің қандастарымыздың арасында да алып қашпа әңгімелер тарап жүр. Яғни келер жылдан бастап қазақтар да қазақ тілінен емтихан тапсырады екен, Қазақстан тарихынан емтихан тапсырады екен деген сияқты алып қашпа әңгіме көбейіп кетті. Нақтылап айтайық, бұл қандастарға қаратылмайды. Бұл жөнінде осыдан бұрынғы үкімет басшысы да ашық айтқан болатын, жақында қазіргі үкімет басшысы да анық айтты. Яғни бұл талап қандастарға қаратылмаған. Мен осы мәселе жөнінде үкімет басшысының атына сауал жолдаған болатынмын. Жақында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің баспасөз қызметі осы сауалыма байланысты арнаулы жауап берді. Сол жауапты да оқи кетейін. Биыл 16 мамырда Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңының 17 бабына еліміздің азаматтығына қабылдау немесе азаматтығының қалпына келтіруден бас тартатын жағдайларды қарастыратын қосымша негіздер енгізілді. Соған сәйкес бұдан былай Қазақстан азаматтығын алғысы келетіндер мемлекеттік тілді қарапайым деңгейде меңгеріп, еліміздің ата заңы мен тарихынан хабардар болуға тиіс деген норма енгізілді. Алайда бұл заң кәмелетке толмағандарға, іс-әрекетке қабілетсіз болып танылғандарға, яғни мүгедектерге деген сөз, сондай-ақ этникалық қазақтарға, және Қазақстан Республикасы президенті айқындаған тізбедегі талаптарға жауап бере алатын, сол тізбеде көрсетілген мамандық иелеріне аталған заңның бұл талаптары қолданылмайды. Демек, қандастардан да келер жылдан бастап қазақ тілінен емтихан алады екен, Қазақстан тарихынан, Қазақстанның заңынан емтихан тапсырады екен деген алып қашпа сөзге сенудің қажеті жоқ. Бұл қандастарға қаратылмайды. Сондықтан Қазақстан Республикасының жасап отырған жеңілдіктерін пайдалана отырып, ата жұртқа оралуға әрбір қазақ ниет танытуы керек. Сондай-ақ еліміздің әрбір азаматы да шетелде жатқан 7 миллион қазақты ебін тауып Қазақстанға оралтуға әрбір азамат өз тарапынан күш қосуы керек деп ойлаймын. Бүгінгі ақпаратта сондай мақсатта таратылып отыр. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.